Саламатсыздар ма, құрметті біздің чат қонақтары. Біз сіздерді өте керемет жобаға шақырып отырмыз. Біздің Матик Баскет жобасы 2022 жылдан бастап үздіксіз жұмыс жасап келе жатыр. Бұл жобаның негізін қалаған Хан Иршад, өзіміздің мұсылман бауырымыз, 5 уақыт намаз оқиды. Бұл жобаны Хан Иршад ешқандай өзін қожайын болмаса президент етіп сайламаған. Ол да біз сияқты қарапайым команда құрып жұмыс жасап жатқан адам. Енді кезінде ол кісінің көптеген проектілерді алып келіп, бірақ сәтсіздікке ұшырап, осындай мошенниктер, осындай хакерлер шабуыл жасап, көптеген миллиондаған ақшасынан айырылғандықтан аузы күйген үрлеп ішеді демекші, ол кісі өзінің осы біздің Матик Баскет жобасын смарт контракт блокчейнге тіркеп бізге беріп отыр. Енді смарт контракт блокчейндегі не десеңіздер, бұл әлемдегі егов. Мысалға алғанда сіздер бұл блокчейнге тіркелгеннен кейін даже Хан Иршадтың өзі біздің осы Матик Баскет жобасына ешқандай өзгертулер жасай алмайды деген сөз. Енді смарт контракт дегеніміз әлемдік егофон айтып өттім, иә. Бұл жерде өте керемет нәрсе. Бұл деген ешқандай да бір-ақ рет қана тіркеліп, кішкентай ғана суммамен тіркеліп, өздеріңіздің бизнестеріңіз бастап, миллиондаған табыстарға жетсеңіздер болады. Бұл жерде табыс қайта-қайта бір-ақ рет емес, қайта-қайта. Мысалға алғанда өздерің ойлаңыздаршы, спонсордан сіздер 2,5% аласыздар. Спонсордың ар әрекетінен сіздер 2,5% табыс аласыздар. Мысалға алғанда ол кісі пакетін өстірген сайын, вывод жасаған сайын сіздерге өмір бақи сіздерге түсіп отыратын болады. Одан кейін сіздерге ар кошелектарыңызға тіркелген күнден бастап 1-2 күнде 30 адамнан түседі. Ойлаңыздар, мысалға алғанда мен 100 матикпен тіркелдім, маған 4 кошелек ашылды. Ар 4 кошелегіма астынан 30 адам тіркелді. Есептеңіздер, 30 адам, ол 120 адамдан пайыз алып отырмын. Спонсорман түсіп отыр, 120 адамнан түсіп отыр. Одан кейін біздікі деңгейлерді ашылып жатыр. Бір-ақ рет қана төленбейді, өмір бақи. Бұл сіздерге сыйға берілген 30 адам сіздерге өмір бақи қалады. Сіздер олардың ар іс-әрекеттерінен өмір бақи табыс ала аласыздар. Біздің Матик Баскет жобасы өте керемет. Мысалға алғанда осы Хан Иршад, өздеріңіз білесіздер, Индия елі өте кедей болғандықтан өзінің еліне сондай жаны ашып, осы жобаны өте қарапайым, қолжетімді қылып бізге беріп отыр. Мысалға алғанда 100 матикпенен сіздер бизнестеріңізді бастап кетсеңіздер болады. 100 матигіміз қазіргі кезде 40 мың теңге болып отыр. Енді негізінде 100 мың теңге, 200 мың теңгемен бизнес пакетімізді бастап жұмыс жасаған жақсы, бірақ сенбеген жандарға 15 матикпен, 50 матикпенен тіркеліп көрсеңіздер болады. Мысалға алғанда көп адам 30 адам беріледі деген нәрсеге сенбейді. Сол себепті 15 матик, 50 матикпенен тіркеліп, одан кейін осы біздің компаниямыздың кереметтілігін байқап, пакеттерін өстіріп жатады. Солай істесеңіздер де болады. Енді ар қатысушы бұл жаққа тіркелгеннен бастап өзінің жоғалтпай табысын, үлесін алады. Ең кереметі 15 матиктен бастап уже вывод жасай, 2 матиктен бастап вывод жасай берсеңіздер болады. 15 матикпенен тіркелсеңіздер де болады. 15 матигіміз көп болса бір 15 мың теңгедей болып қалады, солай болып қалады. Солай тіркеліп көрсеңіздер болады. Мысалға алғанда 50 матигіміз 20 мың теңге болса, 15 матигіміз қанша болады? Примерно солай болып қалады ғой енді. Минималды 2 матиктен бастап шығара берсек болады. Ең кереметін айтып өтейінші тағы да, сіздер ар вывод жасаған сайын, мысалға алғанда басқа компанияларда сіздердің табыстарыңыз, пакеттеріңіз азаятын болса, бұл жақта сіздер вывод жасаған сайын сіздердің пакеттеріңіз өсіп отырады. Өздеріңіз ойлаңыздар, ешқайда да ондай нәрсе жоқ. Сіздер вывод жасаған сайын пакеттеріңіз өсе береді. Мысалға алғанда менің бірінші аккаунтым, бірінші кошелегім 50 матикпен тіркелген болатын. Қазіргі кезде
514-515ке жетіп отыр. Вывод жасап пакетімді өстіріп алдым. Енді міне қараңыздар, 2025 жылдан бастап бізде криптовалютаның дәуірі келе жатыр деп айтып отырмыз, иә, күніге айтып отырмыз. Бірақ негізінде ол уже келіп қойды біздің өмірімізге. Мысалға алғанда аэропортта, ЖД вокзалдарда, торговый домдарда, таксилерде уже криптовалютамен төлем жасалынып жатыр. Енді Құдай қаласа криптовалютамен кредит те беріледі деген сыбыс болып жатыр. Енді негізінде барлық әлем бойынша бірақ қана ақша болады, сонда өздеріңіз ойлаңыз. Бар әлем бір ақшаменен қолданады деп жатыр да, ол біздің матик монетамызда болып қалуы мүмкін деген сөз. Енді біз матик деп жатырмыз, негізінде біз криптовалютаның пол деген монетасымен жұмыс жасаймыз. Пол монетамыз, ана криптовалюта біздің биткоин, криптовалютаның атасы ғой, сол биткоиндан кейінгі, эфириум биткоиндан кейінгі 15-тік монетада жүрген монеталардың бірі ол пол монетамыз, иә. Ол пол монета негізінде матик деген бұрынғы аты болғанымен біз матикке үйреніп қалдық қой, пол монета ғой. Пол монетаны не үшін Ершат хан таңдады десеңіздер, оның анандай транзакциясы жылдам, барлық биржада сатылымда бар. Негізінде өздеріңіз білесіздер, кезінде биткоин $1 жартысынан да жетпейтін әшейін цент болатын. Қазіргі кезде оның құны $97 мың уже өсіп кетті, өздеріңіз ойлаңыздар, иә. Сол себепті біздің пол монетамызда қазір көптеген мен деген корпорациялардың барлығы осы пол монетамызмен жұмыс жасап жатыр. Даже биткоин әлем бойынша криптовалюталардың атасы болғанымен біздің пол монетамыз сияқты онда ешқандай маркетинг жоқ. И если биржаны білетін болсаңыздар, для интереса қарап көрсеңіздер болады, біздің пол монетамыздың айналымы өте жоғары. Өйткені кәдімгідей ақша айналымы миллиардтаған айналым болып жатыр. Ондай эфириумда дағы биткоинда да ондай айналым болып жатқан жоқ. Өйткені біздің монетамен көптеген маркетингтер бар компаниялар жұмыс жасап жатыр. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, қазіргі кезде қолжетімді болып тұрған пол монетамыз уақыты келе біздің биткоин сияқты бағасы өсіп шарықтап кетуі мүмкін. Сол себепті қазіргі кезде қолжетімді болып тұрғанда тіркеліп өздеріңіздің бизнестеріңізді бастап алсаңыздар, ешқандай өкінбейсіздер. Бізде пассивный доход та бар и активный доход болып екіге бөлінеді. Мысалға пассивный доход десеңіздер, иә, сіздер тіркеліп алып әшейін отыра бересіздер. Ол үшін сіздер үлкендеу пакетпен тіркелулеріңіз керек. Енді негізінде айтып отырғанда 100 матик, 200 матикпен бизнесті бастап кеткен ертерек көтерілесіздер, ертерек табысқа шығасыздар деп айтқым келеді. Енді пакетке келсек, мысалға алғанда 100 полменен тіркелетін болсаңыз, сіздер 50% сізге, 50% қауымдастыққа шашылып отырады. 200 матикпен тіркелсеңіздер, 40% қауымдастыққа, 60% сізге бөлініп отырады. Егер де сіздердің пакеттеріңіз 500 пол болса, мысалға алғанда қазіргі кезде менің пакеттің бірінші кошелегім 500 пол, мен сонда 30%-ін қауымдастыққа шашып, 70%-ын өзім алып отырмын. Мысалға алғанда маған 100 матик түсетін болса, иә, мен 30 пол монетамды қауымдастыққа шашсам, 70 пол монета менің кошелегіма, шығаратын кошелегіма түсіп отыр. Қандай керемет, иә? Бұл біздің жобамызда кішкентай оқушыдан бастап үлкен ата-апаларымыз жұмыс жасай алады. Негізінде бізде чаттар көп, өте үлкен чаттарда бізде үлкен апаларымыз жұмыс жасап жатыр. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, иә, олар немерелеріне, балаларына, немерелерін барлық бесікте жатқан немерелерінен де осы MetaMask кошелегінен осындай Matic Basket жобасына кәдімгідей аккаунттарды, кошелектарды ашып отыр. Не деп ойлайсыздар? Потому что олар қанша айдан бері табыс көзі бар екенін көріп, ақша шығарып жатқаннан кейін осы пол монетаның біздің Matic Basket
керемет жобамыздың болашағына сеніп барлық немерелерінен бері тіркеп отыр. Енді қараңыздаршы, біздің матик баскетімізде фишкаларымыз өте көп. Сіздер зат сатпайсыздар, ай сайын заказ жасамайсыздар, каталог жаппайсыздар, отрыв минус деген жоқ, статус қорғау деген жоқ, уақыт шектеу деген жоқ. Әлемдің ар бұрышында отырып алып жұмыс жасай бересіздер. Мысалға жақында ғана біздің Гүлшат ханымымыз Дубайға барып, сол жерде жүріп бізге шашуларын шығарып, матик монеталарын бізге шашу қылып жіберіп жатыр, сүйіншісін шашу қылып жіберіп жатыр. Сол сияқты мен де сол жақын ғана уақытта Қырғызстанға барып, сол жақта да мен өзім шашымды шашқан болатынмын. Енді уақыт шектеу жоқ деп айтып отырмыз ғой. Қаласаңыздар сіздер түнде жұмыс жасасаңыздар болады, қаласаңыздар кешке, қаласаңыздар азанда. Солай уақыт шектеу жоқ. Сіздерге маркетинг бинар емес, матрица емес, активация жасамайсыздар. Мысалға алғанда мен көптеген проектілерге жұмыс жасап, активация жасап, ақыры ақшам ала алмай, сол неден жобадан шығып кеткен болатынмын. Өздеріңіз ойлаңыздар, 4-5 айдан бері мен активация жасаған ақшам бар, воздухқа ұшып кетті. 30 адамдан сіздер пайыз алып отырасыздар, процентін алып отырасыздар, 2,5% сіздердің спонсорларыңыздан өмір бақи аласыздар. Еще сіздерге 30 адам сіздерге сый етіне беріп отыр ғой компания, сол 30 адамдан сіздер өмір бақи табыс аласыздар. Реферальный 10% бар, переливтен 60% табыс аласыздар. Енді бұл жобаның бір шартын орындауларыңыз керек. Негізінде мысалға алғанда сіздерге 15 адам личник тіркеу керек. Мысалға алғанда сіздерді ертең тіркей салып, болмаса бір аптаның ішінде тірке, бір айдың ішінде тірке деп ешкім айтпайды. Сіздерге бір жылдың ішінде тірке деп айтпайды. Өздеріңіз қалаған уақыттарыңызда жайлап адам тіркеп алсаңыздар, сіздер 15 адам тіркеп алсаңыздар, ол кошелекқа бір ғана табыс алу үшін ғана кіресіздер. Ол кошелекпен жұмыс жасамайсыздар. Көрдіңіздер ме? Біздің компаниямыз өте керемет қаржылық жоба. Сол себепті барлықтарыңызды шақырамыз. Бұл жаққа тіркелгеннен бастап, мысалға алғанда өзім бала шақаларым барлығын аштым, сіңлімді тіркедім, күйеуімді тіркедім. Сол сияқты өздеріңіздің жақын адамдарыңызды ойланбай тіркей берсеңіздер болады. Ешқандай қорқуының қажеті жоқ. Біздің матик баскет жобасы болашақ миллионерлерге арналған керемет жоба. Сондықтан келіңіздер, ойланып отыра беретін уақыт жоқ. Бизнестеріңізді бастап, біздің командаға қосылыңыздар деп айтқым келеді.